Балалар, қазақтың ұлттық ойындарын білеміз бе? Иә. Ал қане атап беріңдерші, қандай ойындар білесіңдер? Ақ тартыс, ләңгі ату, асық ату, бестемшек. Ой, жарайсың, сен білесің бе? Алған тартысу, қол күрес, бестемшек, ләңгі ату, Тартыс бар. Су бар екен, ақ сүйек деген ойындар көп екен, балалар? Ал енді балалар, мына бізде бұрыннан келе жатырған бестемшек атты ойынымыз бар. Қане балалар, осы бестемшек ойын ойнаймыз ба? Иә. Міне менің алдымдағы тұрған қандай ойын? Бестемшек. Бестемшек екеніңдер, жарайсыңдар. Балалар, мына бестемшек ойынын қазір сендерге мен ережесін айтып түсіндірейін. Міне, әрқайсысыңыздың алдарында міне қазандықтар болады. Және ұяшық, 5 ұяшықтан болады. Әр ұяшықта 5 тастан болады. Қарсыластың тасына келіп, ұяшығына келіп түскен кезде, тастары егер жоқ болса, өзіміздің қазандығымызға саламыз. Ал егер қарсыластың ұяшығында тақ болса, онда біз қазандыққа ала алмаймыз. Ойынды келесі ойыншы жалғастырады. Түсіндік пе? Түсіндік пе ойыншы? Жарайсыңдар. Ал қане мәз баста ойынымызды. Біреу, екі, үш, төрт, бес, алты. Жүгін сан екен, е? Жарайсың. Алма. Güzel. Aldım. Güzel. Жеке болса, ала басып аламайсың ба? Аламаймыз. Ал ары қарай жалғастырамыз. Неше болды? Екеуін аламыз ба? Аламыз. Ал ары қарай жалғастырамыз. Мұқият қарамаңдар балалар. Ол есепті талап етеді. Қайтадан санаманы. 1, 2, 3, 4, 8 болды, е? Аламыз. 8 тасты алады екенбіз. Ал, мәді сен жүре бер. Мына менде. Неше болды? Аламыз, е? Жарайсың. Ал, ары қарай ойынды жалғастырамыз. Алма кеп жүреміз. Алады екенбіз, е? Жарайсыңдар. Енді балалар қараңдар. Біз бестемшек ойын ойнағанда 2 жолда жеңіске жетеді екенбіз, е? Біріншісі, міне қара. Исабек, сен Мадиді атсыратып жеңдің. Өйткені Мадиде жүретін тас қалмады. Ал екіншісі, қазандықта 26 тас болу керек. Ал қол алысып қойыңдар, Мади жеңіліп, Исабек жеңді. Қол алысып қойсаңдаршы. Жарайсыңдар. Ойын түсінікті болды ғой? Балалар, бүгін біз бестемшек ойын ойнадық, е? Жарайсыңдар, екеуіңді мақтан тұтамын. Енді балалар, біз балабақшада осы бестемшек ойынын үйреніп жатырмыз. Енді осы ойынды үйде әкелерімізбен, ағаларымызбенен, әпкелерімізбенен де ойнап жалғастырайық, жарай ма? Үйге барғанда ойнатамыз ба үйдегілерді? Папаларымызбен ойнаймыз ба? Аталарымызбен ойнаймыз ба? Ойын керемет ойын ба? Жарайсыңдар. Мен сендерді мақтан тұтамын жандарым.